Сәлем достар, сіздер Агро каналындасыздар. Бүгін қарашаның 21-і. Бүгін сіздерге достар қой бордақыны көрсетейін деп отырмын. Көптің сұрауы бойынша қой бордақылау түсірші қалай бордақылайсың, соның барлығын сіздерге көрсете кететін боламын. Достар, видео басталмас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап отырайық. Осындай қазақтың каналдарының дамуына үлес қосып отырайық. Қазіргі таңда осы жерде 10 қой, 5 тоқты бордақыланып жатыр. Барлығы 15 бас. Бордақымызға келетін болсақ, ең алдымен қора жайды айтып түсіндіріп кетейін сіздерге. Бұрын осы жерде қыста қой ұстайтынмын. Жылдағы шаруа қойларды. Сол себепті осындай ақыр жасағам арнайы қой байлағанға. Ақырымызды бір видеолардан көрсеңіздер, осы ақыр жайлы, қора жайлы барлығын түсіре кеткем. Қысқаша айта кетейін сіздерге. Арнайы қойға осындай темірден жасап, үстін, астын балкіден жасадық. Ортасынан басын ғана тығып жей алатындай. Және де қойдың бойымен бірдей қылып жасадық темірді. Себебі үстіне секіріп, ішіне түсіп алмас үшін. Ал қорамызға келетін болсақ, қораның төбесі осындай чипырланған қора, алды жағынан күн түсіп тұрады. Таңертеңде, кешке де, түнде де қойлар осы жерде жата береді. Мына ақырымыз бос тұр, себебі қазіргі сәтте аз қой бордақыланып жатыр. Ал қой көбейсе, осы ақырдың барлығына шөпті толтырып салатын боламыз. Қойларымыз 15 бас болғандықтан күніне 2 арқа шөп жейді. 2 арқа дегеніміз ондай матамен материалдан жасалған осы материалдармен 2 арқа шөп алып келеміз. Шөбімізге келетін болсақ, қазіргі тәтте апшюк, житняк араласқан бағаран шөбін беріп жатырмыз. Себебі жон шыққаны көбінесе аз болғандықтан сиыр малына беріп жатырмыз. Ал қойымызға осындай бағаран шөптері көбінесе құнарлы шөптерінен беріп жатырмыз. Апшюктан, одан кейін бізде житняк шөбі бар, жақсы шөптер, соларды беріп жатырмыз. Бордақымыз осылай жүріп жатыр достар. Астына келетін болсақ, астын күніне бір уақыт тырмалап және қордасын жинап алып, бағанағы сиырларымыздың астына төгеміз. Бұның барлығы босқа кетпейді бізде. Қойларымызды көрсете кетейін сіздерге. Орташа жастағы қойлар қатты кәрі емес. Көбісі жас қойлар, тоқтылар аралас бар. 1-2 туған қойлар. Мұны ақ қойымыз ғана ішінде кәрі. Қалған тоқтылардың барлығы, қойлардың барлығы жас қойлар. Мына ақырымыз осылайынан жасалған. Және айта кеткенде күніне 2 уақыт шөп салып қоямыз. Таңертеңгісін бір арқа шөпті осылайынан жайып тастаймыз, осы ақыр бойымен. Кешкісін жем жеуге шыққан кезде, қазір жем беруінде айта кетем, қалай береміз барлығын. Кешкісін қой жемге шығарған кезде тағы да бір арқа шөпті алып кеп, осылайынан жайып қоямыз. Бірақ астындағы шөпті ешқашан алмаймыз. Осы шөпті сағырлап жеп қояды таңертеңге дейін. Мына ыдыстарға тұз салатын болған. Бірақ қазір ол дұрыс болмай қалды. Себебі қой аяғымен былғап тастайды екен. Сол себепті тұзды, суды осындай арнайы шелекпен қойып жүрміз. Көп бас мал болмағандықтан күніне 3 шелек су ішеді осындай. Осылай бордақымыз жүріп жатыр достар. Сіздерге жем беруді көрсете кетейін. Қандай мөлшерде жейді 15 бас. Жем 2 уақыт желінеді. Таңертең келген кезде қораға ең алғашымен қойымызға осы науаға жем салып аламыз. Одан кейін жемге шығарғаннан кейін бір арқа шөп алып кеп саламыз. Одан қайтадан шөп жеуге кіреді. Түсте суын ішеді. Кешке қайтадан жемге шығарамыз да бір арқа шөп саламыз. Мына науамыз, осы науада жем жейді. Науаның ұзындығы 1, 2, 3, 4 метр. 4 метр науаға 20 қой. Бір жағына 10 қой, бір жағына 10 қой. Оңайшылықпен сыйып кетеді. Қазір достар сіздерге жемді көрсете кетейін. Қандай мөлшерде қалай береміз, барлығын көрсете кетейін. Міне осы қойға арнайы дайын тұр жеміміз. Мынау 20-25 литрлік шелек.
осы шелектің жарты бойымен береміз. Ал мөршілерлеп айтқан кезде 8 килограммдай жем жейді, 10 килограммдай осындай. Арпа мен бидай аралас жем. Арпасы аздау болып қалды, кішкене сол себепті көрінбей тұр. Негізі ортасында арпа да бар. Арпа мен бидайды араластыру себебіміз малдың асқазанына қатты тимейді. Және құнарлығы жағынан тек қана бидай бере берген дұрыс емес. Себебі ауыр болып кетеді. Сол себепті осылай арпа мен бидайды араластырып беріп жатырмыз. Достар, осындай бордақы жүріп жатыр. Қой бордақылау түсірші деген кісілерге осындай бордақы. Ал егер де сіздерге арнайы ақырдың ұзындығы дәл осылай жасаймын десеңіздер, сұраңыздар, тағы да видеоға түсіріп, осы ақырларды барлығы қалай жасалған, соны сіздерге көрсете кететін боламын. Қойларымыз бордақыда. Достар, комментарийде жаза кетіңіздер, сіздердің қай облыстан боласыздар, және сол облыстағы қай ауылдан, қай қаладан, сол жақта қойдың бағасы қанша болып тұр қазір. Саулық қойлар үлкен, бордақыланған қойлар, қошқарлар, тоқтылар бағасы қанша, соны жаза кетіңіздер, міндетті түрде қызық болады. Осындай бордақ жүріп жатыр. Достар, осымен видеомыз аяқталды. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап отырайық. Келесі видеода кездескенше. Сіздермен болған Агро каналы.